Мынау кімнің фамилиясы? Оқыш. Бәлі, біздің әріп емес қой. Шетел жазуы. Алибаев. Менің фамилиям. Я? Біздің фамилия онда не тұр? Солай. Бұл жай фамилия емес. Бомба. Осы фамилия жуық арада Әлібек Бектасовтың быт-шытын шығарып, күлін көкке ұшырады. Кемал туралы ештең айта алмайым. Себебі оны жақсы білмеймін. Ал сені түсінем, балам. Айтайын дегенім, сен іздеген әйел Лаура емес. Екеуің де қателесіп жүрсіңдер. Сен де ол да. Ақылға келіңдер. Әлі де кеш емес, бар да бар шындықты айт. Кеш емес дейсіз бе? Балалы болғаннан кейін ажырасу қиын болады. Абзал екеуіңді ойлап, қатты уайымдаймын. Мен оған онша сенбеймін. Кейбір қылықтарына қарап, жоқ, әзірге еш дәлелім жоқ. Дегенмен де, мен оған сенбеймін. Менде, мама. Жобаның бірнеше авторы бар. Солай емес, Берлан? 4 адам. Соның біреуі біздің тендерге қатысқанымызға қарсы. Жоқ, 3. Олар маған 4 деді. Егер бүгін кешкі 5-ке дейін ол адамды көндірмесек, біздің жобамыз тендерден шығып қалатын түрі бар. Ерлан, бұны қалай түсіндік? 4-шісі Абзал. Жаз қаладан басталады махаббаттың асқақ әні, лапылдаған жүрекке әлде серік керек пе? Қалай сені кезіктірдім, бақытымды сезіп тұрмын. Астанамның ән жары, ғашықтардың тағдыры. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айтылатын ән қалыптасын, бақытыңа жолығасың. Астанам, шаттығым менің арайлы, шуағың жаныма нұр болып тарайды. Көктемнің жабылып жасыл желегін, өткен күн сағынып бізге қарайды. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айтылатын ән қалықтасын, бақытыңа жолығасың. Самалымен сарыарқаның атқан сайын арай таңым, сенің нұрлы жүзіңнен бір жылылық сезінген. Қандай әсем осы кезең, толқығандай есілі сен. Таң атқанда арайлап, оянамын сен ойлап. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айтылатын ән қалықтасын, бақытыңа жолығасың.
Міне, үйге де келдік. Рахмет, дәрігер. Жоқ, мен аға апарайын. Анда ма? Міне, енді сіз үшін алаңдамаймын. Рахмет. Иә, ауыр көтермеңізші. Жарайды. Ал мен кеттім. Ал енді тыңдамайтын мазасыз ауруларыма барайын. Рахмет. Мариям, сіз үшінші рет рахмет айтып жатырсыз. Солай ма? Ой, кешіріңіз. Не үшін? Мен тездетіп шай жасап жіберейін. Ал сіздің мазасыз ауруларыңыз аздап күте тұрсын. Иә, жарайды. Күтсе күтсін. Біле білсеңіз, дәрігерді тыңдамайтын аурулар, олар нағыз дәрігерлердің өзі. Олар ауыра білмейді. Сіз де дәрігер емессіз бе? Мамандығыңызды сағынасыз ба? Дәл таптыңыз. Сағынам. Бұрын күні бойы ұзаққа жұмыста ауру қабылдап, ақыл кеңес беріп дегендей білінбейді екен. Оны мен сізде білесіз ғой. Сіз де күні бойы жұмыстасыз ғой. Иә. Шамамен осынша ақша керек сияқты. Әлібек Бектасовтың компаниясының қаржы құжаттарын сатып алу үшін осынша ақша табуың керек, Абзал. Бұл көп ақша емес. Ештеңе етпейді, жандос. Майда шиді ғой. Мына жерге белгілеп қояйын. Мына жерге де белгі қояйын. Иә. Бізге де керегі осы құжат еді. Боссың. Неден қорқасың? Қорқпа. Бар еңбегіміз далаға кетті. Дәл осындай адам деп ойлаған жоқ Абзалды. Абзал. Жарайды, бұл әңгімені енді қояйық. Одан да шығар жол іздейік. Қалай? Сағат 5-тен кейін бізге қарсы шешім қабылданады.
Бірдеңе ішіп келейік. Сар уайымға салынғаннан ештеңе шықпайды. Кемал би, сізге кісі келіп тұр. Абзал Алибаев. Бас сәулетші Ерлан Алихановқа сәлем. Көңілсізсіңдер ғой. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Сіздерге менің қол қойғаным керек қой. Керек. Келісімімді бердім деп есептей бер, Кемал. Кемал, бұл адам тегін ештеңе жасамайды. Кемал, есіңде болсын. Менің келісімім $250 000 тұрады. Артық кемі жоқ, $250 000. Сен бекерге әуре болып тұрсың. Мен сендей асқынға ақша бермеймін. Мүмкін ақшаң жоқ шығар, Кемал. Сенің қалыңдығың Әнжудың әкесінде бар. Ол миллиардер ғой. Өте қу жігітсің, Кемал. Бірақ сен сияқты ақылды қу бола алмадым. Менің болашақ қайнатам Әлібек Бектасовтың қалтасы тесік болып шықты. Өкінішті ақ. Неге үндемейсіңдер? Саған менің қол қойғаным керек қой. $250 000 тұрады. Қажет пе жоқ па? Ерлан, қажет жоқ. Жоқ, қажет жоқ. $260 000. Иә. Үйіңіз ұяда екен. Балаңыздан басқа туған туысқандарыңыз бар ма? Мариям, неге есігің ашық қалған? Құрбым, танысып қойыңыз, құрбымның аты Рита. Рита, бұл кісі менің дәрігерім. Қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Жүзіңіз таныс. Бір көрген адамды ұмытпаймын. Мариям, қонағың өте құрметті адам. Ұмытпасам, сіздің есіміңіз Сергей. Қателескен жоқсыз. Сергей, сіз бойдақсыз ғой. Сақинасы жоқ қой.
Рита. Мен бойдағы еркектерді бірден танимын. Құрбыңыз дұрыс айтады. Расында да мен бойдақпын. Әдетте әйелі бар еркектер қыздардың көзіне тіке қарайды. Қорқпайды. Ал бойдақтар? Рита, қойсаңшы. Мариям, бір сәтке шықпайтшы, жүр. Сергей, бізге анау-мынау дегендей сөйлесуіміз керек еді. Не болды? Мынаумен әңгімең дұрыс па, әлде жай ма? Қойшы, Рита. Ол кісі жай шығарып салды. Сөмкеме ауыр болды деймін. Сөмкеме ауыр? Неге мені ешкім шығарып салмайды? Жарайды. Сен оны киноға шақыр. Киноға? Мен бұл жігітті ауруханада байқап қалдым. Жақсы жігіт, е? Бір кемшілігі өте ұялшақ екен. Бүйтіп шай ішіп отыра берсек, отыра береді. Сондықтан қолыңа түскен екен. Айрылма, бар. Сергей, ертең Мариямды киноға шақырсаңыз қалай болар еді? Ертең қолым тимейді. Не, жұмыс па? Ертең менің кездесуім бар. Солай деңіз, Сергей. Конкурс мүшелері мынадай шешім шығарды. Отак түрік құрылыс компаниясын жобадан алып тастауға тура келеді. Себебі жоба авторларының кейбірі келісімін бермей отыр. Сондықтан конкурста тек екі компания, Маркан Консалтинг пен Ата Констракшн қалады. Сөз беріңізші. Не айтасыз? Рұқсат етіңіз. Мен Абзал Алибаевпын. Атак иншаат компаниясындағы жобаның авторының бірімін. Конкурсқа түскен жобаға келісім бермеген менмін. Ал қазір өтініш жасағым келеді. Жоба авторлығынан бас тартуға дайынмын. Тек Атак иншаат бас сәулетшісіне айтарым бар. Ерлан Алихановқа. Жұрт алдында дәл қазір менен кешірім сұрасын. Дәл осы жерде. Ерлан, жауап бермесең де болады. Мен Абзал Алибаевтан кешірім сұрайым. Ризасыз ба? Ризамын, Ерлан. Қандай рахат. Міне енді мен жоба авторлығындағы құқығымнан бір жола бас тартам. Жоқ, бәрі дұрыс. Жарайды. Не болып жатыр өз? Түкке де түсінбедім. Сен ше? Сен өзі бір түрлі қызық адамсың, Ерлан Алиханов. Сонымен былай, бұл шешімді
Мен авторлықтан бас тартам деп бұдан 1 сағат бұрын қабылдап қойғам. Сенбейсің бе? Міне қара. Мүмкін Абзал жаман жігіт емес шығар. Лаура. Лаура. Ерлан, сүйіктім. Сені кездестірген тағдырыма ризамын. Бұрын бұндай бақытты болып көрген емеспін. Мен кетіп барам. Бұдан әріге шыдамым жетер емес. Мен жайлы уайымдама. Мен ешқашан сәбилі бола алмаймын. Шынымды айтсам, күні бүгінге дейін үмітпен өмір сүрдім. Сезім деген бір күш көңіліме қуат берсе де, бәрі бекер екеніне көзім жетті. Ең бастысы, менің саған деген махаббатым жауапсыз қалды. Енді мен қарайлайтын ештеңе қалғаны жоқ. Қош, сүйікті. Эншу. Не болды, ренжулесің ғой. Айтсаңшы, не болды? Бәрі ойдағыда ештеңе болған жоқ. Қайта телеарнадан жақсы ұсыныс алдым. Жақсы жаңалық қой. Бұл түрік телеарнасы. Демек, мен Түркияға қайтуым керек. Эншу, мен сені түсінем. Дегенмен бармай-ақ қойсаң қайтеді. Кемал, мен барам деп шешім қабылдадым. Эншу, бұл жасаған ұнаған сияқты еді ғой. Осында мен сен үшін келдім. Оның үстіне тендер мәселесі де шешілмекші. Кемал, билет алып қойдым. Анкараға Астана арқылы ұшам. Эншу, қашанғы бір-бірімізді қуып жүреміз. Сен Астанада болсаң, сонда келемін. Анкара десең, оған да жетіп келем. Осылай жүре береміз бе? Жоқ, саған ешқайда барудың қажеті жоқ. Ерлан, екеуіңнің жұмыстарың бар. Ал мені анда күтіп отыр. Қанша болатының белгісіз. Мен сені де, Ерланды да түсіне алмадым. Неге менен қашқалақтап жүрсіңдер? Ешкім де қашып жүрген жоқ. Жарайды. Одан да тендерден жеңіп шыққанымызды тойлайық. Маған шампан құймайсың ба?
Алдағы жоспар жайында кейінірек сөйлесіп ақылдасайық. Сен алдын ала жоспарлағанды ұнатасың ғой. Қайырлы күн, Мариям. Сәлематсыз ба? Дүрлетіңіз. Бұл маған ба? Енді кімге деп едіңіз? Өткен жолы осы жерден кетерде біреумен кездесуге барам деп едіңіз ғой. Бәрі ойдағыдай ма? Иә, егер сіз менімен қыдыруға келісім берсеңіз, бәрі ойдағыдай тамаша болар еді. Иә. Дәл қазір ме? Тіпті не дерімді білмей тұрмын. Неге? Мені кешіріңіз, Мариям. Мен нағыз ақымақтың өзімін. Кешіріңіз. Тоқтай тұрыңыз, Сергей. Сізбен қыдыруға дайынмын. Тек киімімді ауыстырып шығайын. Қалай? Күте тұрасыз ба? Сізді өмір бойы күтуге дайынмын. Бүгін қайтатыныңды Ерланға айттым. Шығарып салса да болатын еді ғой. Ол мені келгенімде қарсы алған, сондықтан қажет жоқ. Қашан қарсы алып жүр? Астанаға бірінші рет келгенімде. Айтып ем ғой, ұмытып қалдым. Есіме түсті. Сәулетші таксист. Біле білсең, мені тек сен ғана шығарып салып қарсы алғаныңды қалаймын. Ерланның да, басқаның да керек жоқ. Ол бізге бас сәулетші ретінде ғана керек. Мүмкін саған бас сәулетші ретінде керек шығар, ал маған керек жоқ. Неге олай дейсің? Ол біздің жақсы досымыз. Саған ғашық болғанына ол кінәлі емес қой. Не дедің? Сол үшін де ол фирмадан кеткісі келді. Саған ғашық болғандықтан да сені құтқарған шығар. Мені ме? Кімнен? Ақша талап еткен қарақшылардан. Сені құтқарған Ерлан екендігін полицияда айтып берді. О жағын білмеппін. Уақыт болды. Іншу! Іншу! Іншу!
Ерлан? Неге келдің? Сен ешқайда кетпеуің керек. Кетуім керек. Мені күтіп отыр. Біз бірге болуымыз керек. Бірге бола алмаймыз, Ерлан. Бола аламыз. Кетуім керек. Мен сені сүйем. Емделушілеріңіздің біреуімен төбелесіп қалғаннан саумысыз? Мен өмірімде 3 рет төбелестім. Үшеуінде де бір адаммен. Әлібек Бектасовпен. Әлібек Бектасов дейсіз бе? Мен ол кісіні аздап таним. Ол адамгершілігі мол азамат, төбелескіш адамға мүлдем ұқсамайды. Білуге бола ма, не үшін ренжістіңіздер? Айта берсем, себебі өте көп. Баяғы әйелдер ғой. Бір әйел үшін бе? Әлде бірнешеу? Мариям, мен жеңілтек еркекке ұқсаймын ба? Жоқ. Ұқсамайсыз. Сіз ондай емессіз. Бірақ ол да жаман адам емес. Мариям, сіздің билегіңіз келмей ме? Қалай? Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдің, қызым. Амансыз ба, әке? Жүр, қызым. Төрлет, қызым. Қош келдіңіз, Інжу ханым. Рахмет. Өкпелеген соң ескертпестен үнтінсіз кетіп қалғаныңды түсіндім. Енді келе жатқанды хабарлауыңа болатын еді ғой, қызым. Әке, мен... Жарайды, болды, бәрін ұмытайық. Қадамыңа гүл жаусын. Төрлет, отыр. Шаршағанда боларсың. Демал. Қалай? Nasılsın bakalım? Бәрі дұрыс па? Şaşkın. Дұрыс сияқты. Beni nasıl merak Менің қалай уайымдағанымды білсең ғой. Çok özür dilerim. Кешіріңіз мені, әке. Özür dileyerek Менен оңай құтыла алам деп отырсың ба? Kurtulamayacağım. Мені әрқашанда түсінуші едіңіз ғой. Өтінем, ханым. Рахмет. Bak İnci, Тыңдашы, қызым. kızgın olduğumu Мен саған düşünüyorsan... өкпелеп жүр деп ойлайсың ба? Evet, haklısın kızım. Оның рас. Ama sadece sana Мен саған ғана емес, өз ісіме де риза емеспін. Түсінбедім, әке. en değerli varlığım. Түкке түсінбей,
Ештеңені білмей тұрып, мен үшін қымбатты адамның көңілін қалдырдың. Өкінішті. Nasıl arayıp sormaz? Дегенмен маған телефон соғуың Ne керек kadar еді. kızgın olsam da Қанша ашулансам да, Sen benim сен менің canımсың. қызымсың. Қызымсың. Сенен қалай безем? nasıl vazgeçeyim? Өмірімнің мәні де, сәні де сен емессің бе? Babacığım, Әке, düşündüğün gibi değil. бәрі сіз ойлағандай емес. Herkes hata yapar. Бәріміз де бұл өмірде Önemli olan bir қателесеміз. hatayı Бірақ сол doğrudan қателікті уақытында hatanın мойындау üstüne керек. gitmek değil. Sen benim canımsın. Сен менің өмірімнің жалғасысың. Her ne yaşanırsa Қандай yaşansın, жағдай болмасын саған деген ашуымнан kızgınlığıma her zaman әкелік махаббатым басым. Kendimi çok yalnız Мен hissettiğim Астанаға için жалғыз сырағандықтан кеттім. Çocukluk belki ama Бұл балалықта болуы мүмкін, бірақ çıkış yoluydu işte. мен үшін тығырықтан шығатын жол осы болды. Sonra da Көпке дейін телефон шалмаған себебім сізден ыңғайсыздандым, әке. Иә, Kemal de söyledi. Кемал маған ол туралы айтқан. ve seni sildiğimi düşündüm. Осы қылығым үшін тағы да кешірім сұраймын. Tekrar çok özür dilerim. Сіз мені түсінбей ме деп ойладым. İnci tane. Інжу күнім менің. Ben de biraz abartmışım. Мен де қатты galiba кеттім ama ғой деймін. Bir baba olarak Сенің әкең болғаннан кейін ренжуге құқым бар деп ойлаймын. biraz Мен де өз кінәмді түсіндім, әке. elim telefona gitti. Хабарласпағаным да сондықтан. Егер телефон шалғаныңда мен сені кешіргенімді білер ең. Әкесі қашан баласын түсінбеген. Çok teşekkür ederim. Рахмет, әке. Bir hayat dersi. Бұл маған сабақ болатын болды. yalnız sen Түсінсең болды. Ал ата әлемге әйгілі. Ғажайып қала Астана жайында айтып отыр. nasıldı? Қандай қала екен? О, әке, тамаша қала. Астанаға көптен бері барғым келіп жүр. Мүмкін ертегідей қалаға бірге барармыз. Бір жағынан жұмысыңды да көріп қайтайын. Реті келіп тұр ғой. Екі шаруаны бірақ бітірем. Барсақ барайық. Сізге көп рахмет. Жоқ, сізге рахмет. Бұндай күй кешпегелі көп болып еді. Менде де. Ертең бірге концертке барайықшы. Концертке? Бетховен, Шопен, Брамс, Прокофьев, Шестакович, Шнитке. Бетховен, Шопен, Брамс. Келістік пе? Aslında Сізге sana бір söylemek маңызды istediğim мәселе bazı айтайын şeyler дебем. var. Не жайында? İşler Жұмыс ilerliyor жүріп жатыр. fakat bazı Бірақ pürüzler бәрі ойдағыдай емес. Ne gibi? Оны мен не айтқың келді? Ben Қалай десем екен. İhalede bir Бірақ sorun çıktı. тендер мәселесі кедергі болып тұр. Ол қандай кедергі? Bizim şirketin Мәселе ihaleye біздің katıldığı жобадағы projenin Кемал мен mimarıyla сәулетшіде Kemal болып тұр. arasında. Adı Abzal. Аты Абзал. Tam parayı Ақша сұраған да сол. Кемал не бұл мәселені шеше алмады ма? Kemal çok kızdı. Кемалдың ашуланғаны сонша, тіпті жобадан бас тарта жаздады.
Бизнес деген сол, кейде ұтасың, кейде ұтыласың. Жоғалтқаның енді бірде екі есе болып қайтып келіп жатады. Оныңыз рас. Ерлан және басқа да сәулетшілер жобаға көп еңбек сіңірді әке. Соны бағаламағаны обал болды. Onlara haksızlık olacaktı. Сонымен не болды? Кемалға ештеңе айтпай, ақша беріп, мәселені шештік. Кемал ол туралы білген жоқ па? Ол адамның ақша сұрағанын білет, бірақ менің төлегенімді білмейді. Жарайды, әйтеуір мәселе шешіліп қиындықтан шықсаңдар болды. Одан басқасы да бар әке. Тағы не нәрсе? Мен бұған сізді араластырмай-ақ қояйын дегем. Бірақ ақша беру үшін... Тек тағы да ақымақтық жасадым деп айтпашы. Анамның маған тастап кеткен ақшасынан алуға мәжбүр болдым. Жарайды, дұрыс жасағансың, қызым. Бірақ бар жайды Кемалға айту керек еді. Сізді мазалағым келмеді. Бірақ ертеме кешпе сіз бәрібір білер едіңіз. Сізге өтірік айтқым келмейді, әке. Жарайды, қызым. Қаржы басшылығымен сөйлесіп көрейін. Шығын болған ақшаны орнына саламыз. Рахмет, әке. Мен өз бөлмеме барайыншы. Әрине бар, демал. Жол әбден шаршатып тастады. Бара ғой, қызым. Қалқам. Тыңдап тұрмын. Кемалмен байланыстырыңызшы. Өз бөлмеңде сөйлесем. Құп болады. Тыңдап тұрмын. Сәлем, Кемал. Сәлеметсіз бе, Бехруз бей. Қалайсыз? Інжуді қарсы алдыңыз ба? Кездестіңіздер ме? Иә, қарсы алдым. Үлкен рахмет. Хабарласып жатқан себебім бір мәселені сұрайын деп ем. Сұраңыз. Құлағым сізде. Інжу бір әңгіме айтты. Тек соның анығын білгім келеді. Ол не әңгіме? Әңгіме бір ақша жайында. Бірақ онша ештеңе түсіне қоймады. Ол қандай ақша, Бехруз бей? Інжу тендерге қатысу үшін сенен жасырып, біреуге ақша беріпті. Қалайша? Кімге берген? Аты Абзал дейді. Азғын неме? Маған неге айтпаған? Неге менімен ақылдаспаған? Саған кесірі тиіп, жүрмесін балам. Уайымдамаңыз, Бехруз бей, ол мәселені шешеміз. Ол ақша неге кімге берілген демек сен біледі екенсің ғой? Абзал біздің жобаның авторының бірі. Тек ол қарсыласымыздың жағына шығып кетті. Інжудің оған қанша бергенін білмеймін. Бірақ мен сізге ол ақшаны қайтарам. Кемал, менің айтайын дегенім ол емес еді. Тек сен білсін дегенім ғой. Рахмет. Мынау не? Бұл құжаттар Азамат Алибек Бектасовты тендерге жеткізбей құлататын дәлелдер. Енді екеуміз компания иесін тақырға мықтап отырғызуымыз ғана қалды. Әлібек Бектасовтай құрметті адамның компаниясын құртам деймісің? Міне қызық. Мен сені балақай бағаламай жүр екем. Дұрыс айтасың, Абзал.
Әлібек Бектасовты тақырға отырғызған соң, барлық шаруаны ысырып қойып, сіздегі үлесімді алуға келдім. Байқайым кешегі бала бүгін қауіпті кісіге айналыпты. Әңгімелесеміз бе? Жарайды. Енді сен мен жұмыс жайында ғана сөйлесем. Абзалдың қоқан лоқысына берілмегеніміз жақсы болды. Шыжбыңдап жүргені өзін көрсеткісі келген екен. Мен сені түсінем. Сондай адамның алдында бас иіп кешірім сұрау оңай болған жоқ. Есесіне, тендерге қатысуға мүмкіндік алдық. Сен ештеңе түсінбепсің, Кемал. Бұндай мүмкіндікке мен емес Інжудің арқасында ие болдық. Айтпады деме, енді мен бар жерде. Інжудің атын атаушы болма, түсіндің бе? Сәлеметсіз бе, Әлібек аға? Кім шақырды сені? Кет. Әзірге керек емессің. Солай ақ болсын. Келесі жолы. Бірақ олай бола қоймас. Міне, мынау сіздің компанияңыздың тендерлік құжаты. Мен оны сатып алдым. Ендігі жерде иесі мен. Сен нағыз жексұрынсың. Бизнес бар жерде достық жоқ. Жас қаладан басталады махаббаттың асқақ әні, лапылдаған жүрекке әлде серік керек пе? Қалай сені кезіктірдім, бақытымды сезіп тұрмын. Астанамның ән жары, ғашықтардың тағдыры. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айталатын ән қалыптасын, бақытыңа жолығасың. Астанам, шаттығым менің арайлы шуағың, жаныма нұр болып тарайды. Көктемнің жамылып жасыл желегін, өткен күн сағынып бізге қарайды. Өміріңнің
мақтанатын қуанышпен айтылатын ән қалықтасын бақытыңа жолыққасын. Самалымен сарарқаның атқан сайын арай таңым, сенің нұрлы жүзіңнен бір жылылық сезінген. Қандай әсем осы кезең, толқығандай есілі сен. Таң атқанда арайлап, оянамын сен ойлап. Өміріңнің салтанатын қуанышпен айталатын ән қалықтасын бақытыңа жолыққасын.